Содан екі су араласады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқанда, ер адамның суы ақ, әйел адамның суы сары дейді. Кейде адам ойлайды, тек қана бір су жеткілікті шығар деп. Бір су жеткілікті емес. Екеуі араласып ұрық болады. İnsan сүресінде де Алла Тағала айтады осы нәрсені. Араласқан екі суды ұрық, нутфа. Бұл тамшы жатырға өткеннен кейін 40 түн сол жерде болады дейді. Алла Тағала өзі айтып отыр, біз оны жаңағы анасының жатырында бекітіп қоямыз дейді. Ол жерден қауіп жоқ дейді оған ешқандай. Түсіндіңіз бе? Жаратылыс 40 күн өткеннен кейін періштені жібереді. Ол қандай періште дегенде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, Аллах Тағала жатырға жауапты, жатырдағы жаратылысқа жауапты бір періштені бекітіп қойған дейді. Сол періште келеді дейді сол жерге. Сөйтіп нутфа жаңағы тамшы, мен нутфа. Нутфа деген жаңағы 40 күн өткеннен кейін осы ұрық. Алақа дейді Алла Тағала. Ұйыған қан қыламыз дейді. Ұйыған қан, сүлік сияқты. Түсіндіңіз бе? Ұйыған қан пайда болады. Оған 40 күн өтеді. Осы ұйыған қанға 40 тәулік өткеннен кейін жаңағы мудға дейді Алла Тағала Құранда. Мудға деген бір кесеге бүйтіп тістеген кезде тісіңіздің орындары қалып қояды ғой. Тістің орындарынан қалып қойған жері ана омыртқа жағы. Түсіндіңіз бе? Сол бір кесек ет болады дейді ол. Қараңыздаршы, бұл нәрседе жоқтан жаратып отыр Алла Тағала. Соқтан осыны түсіндіріп отыр. Қиямет күнге қайта тірілуге күмәнда болсаңдар, онда мен сендерге ашып берейін дейді біраз нәрсені. Қалай дүниеге келгендеріңді. Мудға. Жаңағы мудғаның уақыты келген кезде, жаңағы періште Алла Тағаладан бұйрық алып, бейнесін жасайды дейді сол жерде. Алла Тағала айтып тұрады, ол бейнесін жасайды. Сол жерде есту мүшесін жаратады дейді. Қараңыз, машина заводтар жай нәрсе болып қалады оның қасында. Анау завод. Оны ана да білмейді, оны әке де білмейді. Екеуі бір жерде ойнап күліп жүр болды. Анау жаратылыс жасалып жатыр, Алланың құдіреті. Ана періште еститін мүшесін жасады, көретін мүшесін жасады, терісін, етін, сүйектерін. Міне осы жерге дейін жаратып келіп, бірақ біз әлі өліміз екен бұл жерде. Біз өліміз. Бұл тек қана жаратылыс болды. Енді Аллах Тағала арғарай осы кесек-еттің бейнесіндегі болып отқан нәрсе ғой. Түсіндіңіз ба, жаңағы кішкентай кесек-еттің бойында осы нәрсе болып отыр. Шашың қандай болады, көзің қандай болады, бойың, мұрның, түсің түгел ананың ішіне салынған. Өзгермейді болды. Ешкім өзгерте алмайды оны. Осы жерге дейін жаратады. Осы жердегі Алла Тағала өз Бақара сүресінде айтқандай, қалайша Алла Тағаланы мойындамайсыңдар? Өлі едіңдер ғой дейді. Жаңағы жан үрленген жоқ әлі. Осы уақытқа дейін кесек жаңағы, бірақ формасы жасалды. Түсіндіңіз, бейне жасалды. Өлі едіңдер ғой дейді. Сосын тірілтті сендерді.